Осы үш сұраққа иә деп жауап берсеңіз, құттықтаймын, сіз либералсыз. Әр адам өзінің мойнына жауапкершілік алғанда ғана біз дамимыз дейді. Көкей жәке деген сөздер жүрмейді. Озбырдың хақы жүрген жерде адамның хақы болмайды деген. Жапонның мақалы есіме түсіп тұр. Озбырдың хақы жүрген жерде адамның хақы болмайды деген. Озбыр сөзін қалай түсіндіріп өтесіз? Озбыр деген не ол? Озбыр дегеніміз жаңағы диктаторлық саясат қой. Ондай қазіргі бүгінгі таңда ондай мемлекеттерде, ондай елдерде бар диктаторлық саясатты жүргізетін. Өзіміз күлеміз, бірақ күлетін жағдайымыз, жылайтын жағдай, Түркменстанның президенті Гурбангулының саясатын көріп жатырмыз ғой. Лидер ретінде өзінің универсал етіп көрсетіп. Бұл Гурбангулының қателігі емес, бұл халықтың қателігі. Халық тобырланған соншалық, ғылым мен білімнің мәліметтердің жоқтығы соншалық, оларда салыстырылатын ештеңе жоқ. Басқадан пікір айтып шықса, салыстырылса, оларды санасын жиып, оқып, зерттеп, саясатты өзгеруде, мемлекеттің жүйесін өзгертуде мүмкін еді. Бірақ өзгертпейді. Неге? Өйткені тиімді. Мен өткен тақырыпта да қозғап өттім ғой. Билікке тиімді халықтың тобыры надан болған. Сондықтан халыққа спорт береді, халыққа дінді береді, халыққа ұлтшылдықты береді, тағы дәстүршілдікті береді. Яғни неге нақты информация мен ғылымды бермейді? Өйткені халық көзін ашып қоюы мүмкін. Пресконың сөзі бар ғой. Егер адам өз қоғамының, өз ортасының құндылығы мен көзқарасыны ортадан туғанын біліп, сезіп қойса, әрине оқу арқылы ол адам бағындыру қиын дейді, жүйеге бағынбайды дейді. Неге? Өйткені жаңағы ғылым білім ғой. Мен ойлаймын, қазақ қоғамы осы саналы болып, ғылым мен білімге бет бұрса, бізде бұндай жүйелерді алып тастар едік. Пікір көп болу керек, пікір талас көп болу керек, әртүрлі пікірлер айтылу керек, жастарды зерттеу керек, талқылау керек. Сол кезде барып өсеміз. Ал бір ғана жүйенің соңында осы дұрыс деп барлығы бірінен соңында кете беретін болса, таза тобыр болып ары қарай кете береміз. Теңдік жайлы не ойлайсыз? Теңдік жайлы дейсіз ба? Демократия есіме түсіп тұр. Демократия дегеніміз, Уинстон Черчилль мынадай сөзі бар. Демократия дегеніміз басқару формуласының ішіндегі ең нашары. Бірақ адамзат одан артығын ойлап тапқан жоқ деген. Теңсіздік деген ұғым мұның сонау тас ғасырынан басталған. Өйткені адамдар терімшілер мен аңшыларға бөлінді. Кей тайпалар адамды пілдің сүйегімен, әшекейлермен жерлесе, кейбір тайпалар жай ғана шұңқырға көме салған. Содан бастап көруге болады теңсіздікті. Енді бертін келе ауыл шаруашылық кезінде де теңсіздік байқалады. Өйткені адамдар, жекеленген адамдар жаңағы құралдарға, өсімдіктерге, жерлерге, құлдарға ие бола бастады. Сол кезден бастап шағын элиталар пайда болды. Яғни солардың қолында билік, байлық болды, ұрпақтан ұрпаққа қалдырып отырды. Адамдар оны Құдайдың басқа жазған деп қабылдады. Билік те, байлық та барлығы Құдай береді деп ойлады. Адамдардың өзінің қолында емес. Аристократия мен қара халықтың арасында, әйелдер мен еркектің арасында, ата-ана мен баланың арасында иерархия болса ғана тыныш өмір сүреміз деген ойда болған. Сол үшін философтар, діндарлар, ақындар, жазушылар соны насихаттау жолында жұмыс жасаған. Соңғы ғасырларда ғана теңдік жайлы көп қозғалып, адамдар түсіне бастады. Бүкілі өз адамның қолында екенін. Бұл әрине либерализм мен коммунизмнің жеңісі, сосын енді индустриялық жеңіс деп санаймын. Коммунизм туралы не айтасыз? Коммунизм өте жақсы жүйе, бірақ оны дұрыс іске асыра алмады. Жаһандану әрине адамзатқа игілікті істер алып келгені рас, бірақ өзіне ара адамдар топқа бөліне бастады. Жекелеген адамдар монополиялап ала бастады. Қазірдің өзінде ең бай 1% адам әлемдегі байлықтың тең жартысын құрайды. Үрейлесе ең 100 бай адам
әлемдегі ең кедей 4 миллиард адамның дүниесінен көп. Ендігі болашақта жасанды интеллект адамның экономикалық құндылықтарын тартып алуы мүмкін. Байлығы бар адамдар ары кетсе билікке таласып жүрсе, бүкіл байлығын билікке жұмсаса, болашақта өмірін ұзартуға ғана жұмсауы мүмкін. Өйткені бүгінгі биология оны дәлелдеп отыр. Адамзат енді биологиялық касталарға бөлінуі мүмкін. Биоинженерия мен жасанды интеллект екеуі бірлесіп адамзатты екі топқа бөледі. Біріншісі супер адамдар, екіншісі қажетсіз адамдар. Сонда болашақта антиутопия болады дегіңіз келіп тұр. Қазірдің өзінде ол байқалады. Неге? Жаңа айттым ғой, алгоритмдер есептеп жатқан туралы. Мәлімет кімнің қолында көп, кімде информация көп, солар басқарады. Яғни болашақта адамдар биологиялық касталарға бөлінеді дедім. Өйткені биоинженерия болсын, биотехнология болсын, адамның өмірін ұзартатын дүниелерді қарастырып жатыр. Демек адамдар өмір сүруге таласады, билікке емес. Өйткені билік компьютерге өткеннен кейін адамдарға басқа құндылық қажет болып қалады. Жаңа демократияны айтып өттік, коммунизмді айтып өттік, ал енді капитализм жайлы не айтасыз? Аль-Фарабидің мынадай сөзі бар: адамдар осы өмірде бақытты болу керек, жұмаққа, пейішке барғанда емес дейді. Ол үшін адамның өзінің хақы болу керек дейді. Яғни айтып жатқан құқығы, хақы. Демократия, теңдік жайлы айтқан кезде міндетті түрде капитализмге тоқталып өтуіміз керек. Капитализм бұрын соңды тарихта болмаған жеке адамның дамуы сияқты жеңісті алып бере алмады. Жеке адамның дамуын алып келді. Салыстырмалы түрде теңсіздік күшейгенмен адамзаттың тек аз ғана бөлігі ғана байыды. Көп бөлігі қол жетімсіз болып қалды. Керек заттар, тамақ болсын, киім болсын, яғни кедейленді. Бизнесмендер мен қарапайым халықты алатын болсақ, адамдар екі жікке бөлінеді дейді ғой Вальтер. Алаяқ және ақымақ болып. Алаяқтар байыды, ақымақтар кедейлене түсті. Былай жеткізуге болады. Ақымақтар алаяққа жұмыс жасады. Капитализм ашаршылықты шеше алған жоқ. Өйткені капитализмнің бірақ қана мақсаты бар, табыс табу. Мысал келтірейік, өндірістің көбісі оңтүстік аймақта шығарылады. Бірақ қарап отырсаң, оңтүстік аймақтағылардың 90% кедей, өздеріне қол жетімсіз. Қысқасы, капитализм адамдардың бақытты болуын шешіп бере алмады. Мына соңғы 10 жылдықтағы статистика бар. Тамақ өндірісін есептедік, бір жылдық қор адамның 10 миллиард адамды тамақтандыруға жетеді екен. Бізде ғаламшарда 7 миллиардтан аса адам бар. Бірақ біз 10 миллиард адамды үй салып тамақтандыруға жеткізе алады екенбіз. Міне капитализмнің бұл не дейміз, жеңісі дейміз ба, әлде осал тұсы дейміз ба? Капитализм ұғымын үш сөзбен жеткізіп өтіңізші. Жекеменшік, алаяқ, қылмыскер. Алаяқтар ақымақтардың күшін пайдалана отырып жеңіске жететіні рас. Болашақта билік кімнің қолына өтеді? Саясат тым маңызды нәрсе дейді. Сондықтан саясатты саясаткердің қолына беруге болмайды. Ең актив жер етін. Жер аздаған адамның қолында болды да, қоғам ақсүйектер мен қарапайым халықтарға бөлінді. Осы заманда жерден гөрі ең актив заводтар, құралдар мен, яғни фабрикалар. Аздаған адамның қолында құралдар мен завод, фабрикалар болды, ал қоғам капиталистер мен жалдамалы жұмысшыларға бөлінді. Енді болашақта мәлімет кімнің қолында болады? Билік соның қолында. Бүгінгі таңда, оны алысқа кетпей-ақ, бүгінгі таңмен де дәлелдеп келтіруге болады. Мысалы, Google, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, олардың қолында билік, мәлімет, информация бар. Көбісі ойлайды, олар жарнамалап жатыр, жарнамаға жұмыс жасайды деп. Жоқ. Біз оларға өнімбіз, қысқасын айтқанда, жертвамыз. Біздің мәліметтерді біліп алады. Мысалы, YouTube-ға кіріңізші, бүгін YouTube-ға кіріп, бір көлік жайында мәлімет іздейсіз. Ертең таңертең тұрып ашсаңыз, сізге сол көліктің төңірегіндегі неше түрлі мәліметтер жеткізіп береді. Яғни бұл жерде алгоритмдер жұмыс жасап жатыр. Мәліметтерге талас жүріп жатыр. Сіз туралы зерттеп жатыр. Айтып жатқан сол біз өніміміз деген. Қорытындылап өтейік. Жаңа айтып отқаныңыз өте дұрыс. Google, Twitter, Facebook, Instagram дегендер, олар әрине біздің қандай рекламаларды көреміз, қандай өлеңдер тыңдаймыз. Instagramда егер де суреттеріңіз қара ақ фонда жасалған болса, алгоритм сізді бірден түсініп қояды. Эмоциялық состояниеңіз дейді. Қандай эмоцияда тұрғаныңызды. Жаман эмоцияда қайғырып жүрсіз ба, немесе күлімдеп жүрсіз ба, сізге соған орай киноларды, өлеңдерді, музыкаларды, немесе суреттерді, жазбаларды сізге ұсынады. Болашақта Бетховендер мен Моцарттар керегі жоқ. Бәрін алгоритмдер істеп береді. Жаңа айтып отқандай нейрондық сеттер қазіргі күнде кинода түсіріп жатыр, жасанды интеллектпен.
өлеңдер де шығарылып жатыр. Тағы бір мысал кетіріп өтейін. Сіз жігіт пен қыз болып жүріп жүрсіз, қызыңызбен ренжісіп қалдыңыз, үйіңізге барасыз, көңіл күйіңіз жоқ. Болашақта айтып жатырмын, теледидар қосасыз, бүкіл алгоритмдер жұмыс жасап тұр. Тек қана көңіл күйіңізді білдіресіз. Сізге алгоритмдер сізге ұнайтын кино көңіл күйіңізге байланысты көтеру үшін, немесе сізге ұнайтын музыка таңдап береді. Сіз көңіл күйіңіз лезде өзгереді. Яғни адамдар өздері жасап бермеген нәрсені сізге алгоритмдер жасап береді. Сондықтан алгоритмнің бір плюс жағы осы. Қорытындыласақ, барон Мюнхгаузеннің сөзі есіме түсіп тұр. Көңілді өмір сүріңіздер, мырзалар, күліп жүріңіздер. Өйткені әлемдегі барлық ақымақ әрекеттердің барлығын адамдар мәнәйі пішін мен мәнәйі сипатпен жасаған дейді. Мәнәйі дегеніміз яғни ештеңеге мән бермей, бір түрмен бірден жасай салған ойланбай. Рахмет.